Шын мәнінде неке жайлы не ойлайтынымды білгің келмей ме? Онда менің шаруам жоқ. Сонда маған немқұрайлы қарайсың ба? Оны жібер. Онда жұмысың болмасын. Хан мырза, ашуыңызды біреуден алудың қажеті жоқ. Әдепсіздігіңізге шыдауға міндетті емеспіз. Неге оны үнемі қорғаштай бересің? Чумоға қатысты дүние саған қатысты ма? Дәл солай. Джунлиннің мәселесі менің мәселем. Хан мырза, сөзіңізге ие болыңыз. Оған тиісе бермеңіз. Маған тиесілі болған заттарды басқа ешкімнің қолдануына жол бермеймін. Хан Дунлай. Джунлин зат емес. Саған тиесілі емес. Сендер зат емессіңдер ме? Дуншин компаниясы сендердің медиаларыңды сатып алды. Сенің көзіңді құрту үшін ол бәрін де істей алады. Әрине, біздің дәулетті оныкмен салыстыра алмайсың. Бірақ денсаулығымызды да мына мүгедекпен салыстыруға келмейді. Сені ме? Чумо. Дунлай, сен тұра аласың ба? Жарайсыз, хан мырза. Сізге әртіс болу керек. Мені жұмыссыз қалдырар едіңіз. Жалған мүгедексіз бе? Керемет. Сен өзі не деп тұрсың? Джунлин, мен. Сендердің ойындарыңа қатысқым келмейді. Жұмыс істеп баламды асырауым керек. Сау болыңыз. Дунлай, аяғың қашан жазылды? Соңғы отаңды жасаттың ба? Сәси. Біздің некеміз? Саған үйленуге ешқашан уәде бермедім. Маған бекерге уақытыңды құртпа. Дунлай! Джунлин! Меңгеруші Джон, кетіп барасыз ба? Сәнлин? Бұл хан тәтей сұратқан талдау нәтижесі ме? Иә, жаңа ғана келді. Сен апарып бер аласың ба? Әрине. Ендеше кездескенше, меңгеруші Джон. Кездескенше. Хан тәте үйдесіз бе? Айтайын дегенім, жаңа ғана емханаға келгем. Меңгеруші сізге бір құжат беруімді өтінді. Жарайды, мен қазір барам. Ұмыт оны, жазылды ма жоқ па, сенің не шаруаң бар? Несіне ренжим? Ендеше неге қоңырауын күтіп отырым? Ол ештеңе түсіндіруге міндетті емес. Одан да көзбе-көз айтайын. Дунлай. Анашым. Ота деген маңызды шешім ғой. Неге маған айтпадың? Уайымдағаныңызды қаламадым. Фирмада жұмыстарым бар. Тоқтай тұр. Отыра ғой. Әңгімем бар. Лин Сәсимен некеге мен келіспеймін. Мынаны оқып шық. Оларды енді мазаламаңыз деп едім ғой. Оларды әлі жақтап отырсың ба? Ол бала сенен емес екен. Ол маңызды емес.
Олай ел басыңды айналдырып алған ба? Лен Сясимен үйленбегеннің өзінде хан әулетінің біреудің баласын асырауына жол бермеймін. Анашым, өз шаруамды мен өзім реттеймін. Дунлай, бетімен кеткендер өңшең. Мен келдім, сен қайдасың? Түсірілді, керемет. Бүгіндікке жетер. Бәріңізге рахмет. 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 Барлығын жарайсыңдар. Рахмет, режиссер. Джонлин, біз аяқтадық. Чум екеуміз сөйлеспекшіміз, барасың ба? Мен бос емеспін, өздерің бара беріңдер. Бара бер. Хан мырза, аяғыңыз жазылған ба? Құтты болсын. Жұмыстарым бар еді, мен кетейін. Сендер бара беріңдер. Дұрыс. Ертеңгі сахнаны өзгерту қажет. Кеңесші Джун бүгінге бос емес. Бірақ мен... Жарайды, ендеше көріскенше. Бірге дайындалайық. Жақсы, алдымен хабарласып алайын. Алло, қалай жұмыста бөгелейін деп тұрмын. Сені күтушің ұйықтатсын. Ол бала мүлде сенен емес. Жарайсың, қалай, анаң сені жақсы көреді. Не істеп тұрсың? Жұмыс дейік. Бірақ мен... Бәрін үйден өзгерте салсам болады ғой, мұнда неге келдік? Болмайды. Осында өзгертесің. Жарайды, айта бер. Не өзгерту керек? Онда үш сахнасы. Басты кейіпкер қашқан кездестіреді де өзінің қылмыскер екенін есіне түседі. Ол қызды көлікпен қағып қашып кетті. Ал қыз жанарынан айырылды. Бірақ ол ғашық боп үлгерді. Кітабыма сонша ынтызар деп кім ойлаған? Ішкі монологта кейіпкерге эмоция жетіспейді. Соны толықтыру керек. Сенімен келсем. Келесі сюжетті жалғастыру үшін эмоция жетіспейді. Соны өзгерту керек. Келесі бөлімге ішкі монолог қосуымыз керек. Құштарлыққа мән бер. Меніңше мына бөлім жақсы шыққан. Мына сахнаға не дейсің? Айтшы. Сенімен мүгедектігім жайлы сөйлескім келген. Жақында шетелде ота жасатқам. Ештеңені түсіндіруге міндетті емессің. Тезірек жұмысты бітірейік. Ұлыма баруым керек. Қалай, әкесінің кім екенін білгісі келмей ме? Керек емес. Оның анасы бар, сол да жеткілікті. Мен білгім келеді. Хан мырза, ол менің жеке мәселем. Мына балаға қараған сайын Дунлайдың бала кезі есіме түседі. Ойыңа да алма. ДНК сынамасы ешқашан қателеспейді. Әже, мені көруге келдің бе? Кім сенің әжең?可知道在等雪花